Microsoft Word негіздері тізімдер. Бүгінгі сабақ толығымен тізімдерге арналатын болады. Ең алдымен тізімдердің кездесетін жағдайын қарастырайық. Мысалы, сіз мәтін жазып келе жатырсыз. Осы кезде қандай да бір нәрсені нөмірімен тізім ретінде жазу керек болды. Сіз көбінесе бір санын жазып, нүкте қоясыз да, бір қадам алшақтайсыз. Осы кезде көп жағдайда, егер бұл нәрсе сізде баптауда берілген болатын болса, автоматты түрде тізім қалыптаса бастайды. Абзац бөлігіне назар аударсақ, біздің мына сандық тізіміміз ерекшеленді. Яғни, қазір біз бір нәрсе жазатын болсақ, мысалы, білім деп жазайық. Кейін Enter батырмасын басатын болсақ, бізде автоматты түрде келесі сан пайда болды. Мысалы, ары қарай жазайық. Ақыл. Enter батырмасын басамыз. Байқап отырғандарыңыздай, әрбір Enter батырмасын басу арқылы біз тізімнің келесі элементін енгізе аламыз. Бұл автоматты түрде тізімнің пайда болуы. Ал егер біз тізімді автоматты түрде емес, өзіміз құрғымыз келсе қалай істейміз? Ол үшін біз тізім құрғымыз келген жерге тінтуірді орналастырамыз, курсорды. Кейін қазір мысалы сөніп тұрған сандық тізім белгісін басамыз. Бізде бірден 3 саны түсті. Біз оны баптай аламыз. Оның барлығы осы менюдің ішінде бапталады. Нумерация бөлігіне кіреміз. Осы жерде задать начальное значение деген бар. Басамыз. Байқап отырғанымыздай, осы жерде 3 саны қойылған. Сондықтан да біздің тізіміміз 3 санынан басталып отыр. Өзгертейік. Бізге 1 саны қойылды. Ендігі әрекеттер тура басындағыдай. Әрбір Enter батырмасын басу арқылы біз тізімнің келесі бөлігіне өтеміз. Және де осы әрекеттер арқылы түсінгеніңіздей, осы сандық тізімнің алғашқы санын бере аласыз. Енді басқа да тізімнің түрлеріне көшейік. Мысалы, сіз сандық емес, белгілі бір осындай маркердің негізінде жасалған тізім жасағыңыз келген болар. Ол көп жағдайда сандық реті маңызды емес, жалпы бір заттарды жалпылама тізіп айту керек болған кезде қолданылады. Басып көрейік. Бізде белгілі бір маркер орналасты. Енді біз дәл жаңағындай жаза аламыз. Enter батырмасын басамыз, жаңа маркер түседі. Enter батырмасын бассақ, жаңа маркер түседі. Және солай жалғаса береді. Енді бәлкім біз осы тізімнің маркерін өзгерткіміз келген шығар. Онда осы жерге кіреміз, маркер бөлігіне, және де белгілі бір маркерді таңдай аламыз. Мысалы, мынандай. Қалаған маркеріміз таңдап, соған басамыз. Міне, біздің тізіміміздің соңғы элементі басқа маркер күйінде қалып қалды. Оны өшіріп тастауға болады. Тізімдегі маркерді артық қойылып кеткен болса, онда оны backspace батырмасымен өшіріп тастауға болады. Енді тізіміміз бірнеше деңгейлі болуы мүмкін. Мысалы, жоғары жаққа жалпы пәндер деп жазып қойық. Қос нүкте қоямыз. Енді төменгі жағына пәндердің мысалы бірінші сынып үшін болсын. Енді осы бірінші сыныптың ішінде біз қандай пәнді айтқымыз келіп отыр? Мысалы, әліппе болсын. Біз түсініп отырмыз, мына әліппе ол бірінші сыныптың ішінде ғана бар. Қазір біз екінші сыныпты жазып, екінші сыныптың ішінде қандай пән болатын жазғымыз келеді. Яғни әліппе бір деңгейге жылжу керек. Ол мына бірінші сыныптың ішінде болу керек. Ол үшін біз осы жердегі шегіністерді реттейтін батырмаларды қолдана аламыз. Біз шегіністі
көбейтуіміз керек. Яғни осы әліппе бізде бір деңгейге 10-ға қарай жылжу керек. Басамыз. Көріп отырғандарыңыздай, біріншіден әліппе бір деңгейге 10-ға жылжыды. Екіншіден оның маркері өзгерді. Сол арқылы біз осы тізімдегі элементтерді деңгей бойынша қарастыра аламыз. Енді Enter батырмасын басып, тағы да қандай пән бар екен жазыламыз. Мысалы, ана тілі. Енді Enter батырмасын басамыз. Осымен бірінші сыныптағы пәндер тізімін аяқтағымыз келді де, келесі екінші сынып деп жазғымыз келді. Олай болатын болса, енді шегіністі керісінше солға қарай жылжытамыз. Енді маркеріміз алғашқы бірінші сыныптың маркеріне ұқсас болды. Екінші сынып деп жазайық. Enterді басамыз да, екінші сыныптың ішіндегі элементтерді тізу үшін 10-ға жылжимыз. Осы арқылы сіз бірнеше деңгейлі тізімді құрастыра аласыз. Мысалы, осы жерде қандай да бір пәннің атын жаздық деп елестетейік. Осы пән өз ішінде тағы да бөлінсін. Онда біз тағы да 10-ға қарай шегініс жасаймыз да, осы 1-1-1 деген пәннің ішіне тағы да 1-2 мен бізде 1-3 деген элементтер болсын. Мысалға. Бұл маркерге қатысты. Бәлкім, дәл осы бірнеше деңгейлі тізім сандық тізім мысалында анық көрінетін болар. Соны сізге көрсетейін. Мысалы, 1 бізде қандай да бір әріп болсын. А әріпі. Келесі бізде 2 емес, мысалы 1-2 болсын. Немесе 1-1, яғни 1-дің ішіндегі 1-1. Бізде 1-ден автоматты енгізу қызметі анықтады. Осы жағдайда біз тізімді жалғастыра аламыз деп. Мысалы, бұл жерге кіші аны жазайық. Enterді басамыз. Сосын бізде 1-ден автоматты енгізу бас әріпті енгізді. Және де, мысалы, К әрпін жазайық. Сөйтіп кете беретін болсақ, бізде екінші деңгейлі тізім жалғасып кете береді. Енді біз мысалы 1-3 емес, керісінше 3-ші деңгейге өткіміз келсе, 1-3-ті өшіріп тастайық. Қайтадан курсорды осы ағымдағы тізімнің деңгейіне алып келеміз де, 1.1.1, яғни 1-1-дің ішіндегі біріншісі басатын болсақ, міне, енді қандай да бір мәліметті енгізіп, Enter батырмасын басатын болсақ, бізде соңғы сан бір мәнге артып отыр. Жалпы тізімді жазу барысында сіз өзіңіз осы деңгейлердің барлығын реттей аласыз. Оның барлығы мына многоуровневый список батырмасында жасырылған. Басып көретін болсақ, міне біз жаңа ғана мысал ретінде көрген сандық тізім, яғни 1-1-1 тағы сол сияқты кете береді. Немесе біріншісі сан, екіншісі әріп, үшіншісі рим цифры, тағысын тағы түрлі маркерлер. Мына мысал осы көп деңгейлі тізімнің айқын мысалы бола алады деп ойлаймын. Осындай түрлі мысалдарды қолдану арқылы сіз өзіңіздің тізіміңізді қалыптастыра аласыз. Осымен сабақ аяқталды. Сабақты қайталап көріңіз. Толығымен түсінікті болса, келесі сабаққа өте беріңіз.